Менің анкетам Мұқағали Мақатаев туған жерін ұланымнан Қарасаз деп аталатын ауылдың, туған жылы 1931, құрдасымнан Шәмілден. Жынысым кім? Еркекпін ғой, еркекпін, және дағы тәуірмін. Партияда барсың ба? Жоқпын, бірақ коммунистік көзқараспен қараймын. Шыққан тегін шаруамын. Бар тірліктен бағалы соны санаймын. Білімінше орташа ғой, алайда өзім жоғарыға балаймын. Ана тілін қазақша, қысылғанда орысшада немісше де тағы бар. Қайда істедің? Мынау еңбек кітапшынан танып ал. Оқымаған дипломсыз емесен, бір басынан бар мамандық табылар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін. Бізден әлі жас кеуде. Жауынгердің ұлымын ғой, жанын қиған Мәскеуде. Сөгіс алып көрдім бе? Ол жағынан періштедім дей алмаймын. Мен мүлдем ойлы қырлы бұл өмірде болады ғой мүлт кету. Ол өзі біріншісі ғой, езін әрі ертінде. Шетелдерде болдым ба? Болғаным жоқ. Олар маған тұрғанда жоқ қол бұлғап. Қалсам болды, өлсем болды жайымен. Осы отырған орнымда-ақ мекен жайын жерменен, жерде жүрген ақыл деген пендемін. Қалам, қағаз, уақыт бар тек аздаған. Мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Күн жылыған, жер жібіген, құстар келген шақтарда, төрде өрген төрт түлікке төл жамырап жатқанда, кезімді алмай қарайтынмын егістікке телміріп, бірде шалқып, бірде жанған, бірде өшкен оттарға. Естігенде сазға қоған сарыла, қас саңқылын көктем келіп қалыптау деп табатынды жан тыным. Қара нөсер төгіп тұрған қара бұлт ішінен, аңғарушы ем айқұш ұйқыш алмас қылыш жарқылын. Сонда жас кеп ең жалауға шөлкөдеге кешіккенде, алдымыздан қушы еді айғай тастан ескен жел. Туған жерін өмір бақи ұмытпасын деген ғой, айналанып аналарым кіндігімді кескенде. Судан бекен қалам тартсам жыр тумады. Мен сеземін, күтіп жатыр тек үнсіз. Туған жердің топырағын сүйе алмасам мәңгілік, онда мені қалды деңдер, көмусіз де кебінесіз.